Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін біз Photoshop бағдарламасымен жұмысты арман қарай жалғастырамыз. Бүгін біз жаңағыдай lens flare функциясын қолданамыз. Ол үшін мысалы кез келген бір сурет алайық. Бізге машинаның суретін алайық. Мысалы Photoshop алып келеміз. Енді бұл жерде фильтр, арман қарай render, lens flare батырмасын басамыз. Ол жерде үш түрлі болады. Мына көріп тұрсаңыздар, мынадай қосу белгісі тұр. Осы қосу белгісі мысалы бүйтіп ұстап алып, фонардың үстіне әкеліп қоюыңызға болады. Және мынау жарқыраудың өлшемдері. Мынаны қойсақ, қандай болады жарқырау? Мынаны қойсақ қандай болады? Мына осыған қоя салайық. Окей. Көрдіңіздер ғой? Яғни машинада фар жанды. Енді қайттан render, lens flare, енді екінші фарға әкеліп қойайық. Және бұл екінші фар енді машина сәл қиғаштан тұрған кезде, оның жарықтығын кішкене азайтып қойайық. Көрдіңіздер ғой? Және де мына жерде әртүрлі жаңағыдай жарқыраудың проценттері бар. Окей. Енді қарап отырсаңыздар, біз екі түрлі жарықты алдық. Көрдіңіздер ғой? Сонда lens flare функциясы арқылы жарықты қоюға болады екен. Мысалға түнде метрода келетін машиналарды алатын болсақ, өстіп сәндеуге болады екен. Жалпы бүгінге осы, оқушылар, бүгінгі каналымызға жазыңыздар, көріңіздер сабағымызды. Бұл сабақ тегін, әрі жалғасын табады. Сұрақтарыңыз болса комментарий жазыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.